ВКонтактеде бір жазылушымыз маған сұрақ қойды, осы не бұл? Жалпы бұл использование данных деген, мысалы біздер бір 10 мегабайт аламыз, бұны бір қара 3.0 деген қараны сол 9 мегабайт десеңіз, бұл сізге предупреждение шығады. Яғни сіз 9 мегабайтыңыз кетті, болды, өшіріңіз деген. Көрдіңіз бе? Мысалы болады, біз кейде бір 50 мегабайт қосамыз, ол мысалы бір видео қарап, мұны қарап, басқа затты қарағандай 50 мегабайттан асып, арқарай единсіміз кетіп қалады. Яғни бұл жерде біз білмей қаламыз қанша мегабайт кеткен. Ал телефон оны біледі қанша мегабайт кеткен. Сондықтан бұл былай айтқанда регулировка, яғни регулировка жасайды. Мысалы 3 гигабайтқа предупреждение қойды. Оны қараны сіз 4 гигабайтқа қойсаңыз, сіз егер 4 гигабайтқа жақын интернет мегабайт жойсаңыз, сізге предупреждение келеді. Ограничение мобильных данных деген бұл өте керек. Міне, егер жанына жасыл галочка қойсаңыз, ол сізде интернет өшіп қалады. Себебі сіз ограничение қойып қойдыңыз, ол керек функция. Яғни бұл сонда мегабайтты нақты бір цифраға жеткенде, өзіңіз қойған цифраға жеткенде мегабайт өшіп қалады. Оны қазір бұл өшіріліп тұр, мобильный данный қосылып тұр. Бұндай шықпау үшін мына қараны өте жоғарыға қоясыз. Мысалы 10 гигабайт, 15 гигабайт, сонда ғана, мысалы сіз 14 гигабайт құрсаңыз интернетте, бұл оған сонда ғана предупреждение шығады. Яғни сіз осындай 14 гигабайт құрттыңыз деп. Сонда бұл бізге өте керек функция. Бұндай шықпау үшін қараны жоғарыға көтересіздер, және қандай программа қанша мегабайт кеткенін көрсетеді. Мысалы YouTube 4 мегабайт кеткенін көрсетіп тұр, астында өзіңіз көріп тұрсыз. Және аймен графика жасау болады. Яғни мысалы 22-ші қыркүйек пен 21-ші бір айда қанша мегабайт жойған, міне 7 гигабайт кеткен. Бұл енді түсінікті деген ойдамын. Бір жазылушымызға және басқа жазылушыға да бұл өте керек болады. Біліп жүремінге жазыламыз. Видеоның астында біздің Instagram бар, интернет дүкеніміз бар, соған жазылып кетіңіздер. Тағы да қосып жіберейін, бұл бірінші сим-карта, екінші сим-картада дәл сондай қарауға болады. Және Wi-Fi, бізге енді Wi-Fi керек емес, бірақ бірінші сим-карта мен екінші сим-карта бұл өте керек функция.